Мына стример заброшенный больницаға ерігіп барғаны сол еді. Ал бұл стример болса судың астынан неше жылдан бері жатқан машинаны шығарып, сөйтсе ішінде адам өлі жатқан болып шықты. Полиция шақыр. Сәлем, сіздермен Диана Гю. Стримерлермен болған сұмдық жағдайлар жайлы осы роликім сіздерге қатты ұнап еді. Неге екінші бөлімін жасамасқа, я? Құдай сақтасын, стример болмайым деген ойға келуге дайын бола беріңіздер, не ақса. Тайвандағы Good Nine атты стример қаншама заброшенный, қорқынышты жерлерді аралап жүретінмен танымал еді. Мысалы, психбольница, мектеп, отель, тіпті түрме деген сияқтылар. Енді не түсіріп алғанын қараңыздар. 2019 жылы болса ескі, почти шіріп тұрған заброшенный больницаға барады. Мына мини есіктерді ашқысы келгені сол еді. Содан кейін бұл жерге екінші жоламайтындай болып кетті. Байқадыңыздар ма, ішінде адамның аяқтары тұр, яғни біреудің өлі денесі. Жаңа бұл жігітті стример еді деп айтып едім, өйткені қаншама эфирлері өтірік ұйымдастырылған болып шығып, қазір ол досымен бірге түрмеде отыр. Ал бұл эфир Фредерик атты стримерде болды. Дымда ойламай көңіл көтеріп Тайваннан эфирге шыққан кезі еді. Бір кезде осы қыз келіп, типа оны құшақтағандай болып, стримердің мойнындағы қымбат алтын цепін шешіп алады. Тек ол жақтан кетіп қалып, арадан біраз уақыт өткен соң ғана жігіт алқасының ұрланғанын түсініп жаңағы видеоны көрді. Алайда артқа қайтып қызды іздеп таба алмады. Ертесіне полицияға барады, бірақ бәрібірде ештеңе істей алмады. Айсен Кар атты стример 2021 жылы эфирде подписчиктеріне әңгіме айтып отырғанда терезеден жұлдыз құлайды. Алайда жігіттің өзі оны байқамады да. Еще за стаканом алкоголя, поэтому его не будет какое-то время. Он отлучился. Кейін оқырмандары жұлдыз құлады, сен оны байқамай қалдың деп оған видео жіберген соң ғана көріп таң қалды. Что это за хрень? Ал бұл сұмдық, ужас и әлі күнге дейін жауабы жоқ жағдай бәріміз білетін iShow Speedпен болды. 2022 жылы кезекпен әртүрлі оқырмандармен сөйлесіп отырғанда осы 19 жасар италиялық қыз тап болады. Сәлем, әдемі қыз, қайдан боласың? Сәлем, Италиядан. Жасың неште? 19-да. Мені бірден 10-ға дейін нешке бағалайтын едің? Толықтай 10 десем де болады. Ешкімге айтпаған ең үлкен секретім бар ма? Иә, менің адам жейтінім бар. Адам жейм дейсің ба? Иә, көбінесе демалыс күндері. Қалай сонда сен адам жейсің? Жай ғана жейм и все. Сонда сен шынымен де адам жегішсің ба? Иә, бірақ давай бұның бәрі осы жерде қалсын, иә? Жарайды. Спид біраз уақыт бойы түсінбеді, қыз ойнап жатыр ма, или шынымен айтып жатыр ма? Не үшін адам жейсің, айтшы? Жай ғана ұнайды. Онда адамның қай бөлігін жегенді ұнатасың? Мә, білмеймін, оны бұл жерде айтуға бола ма, жоқ па? Айтсам бекен, жоқ бекен? Айт. Жоқ, айта алмаймын. Егер бұл айтқандарымды полиция тыңдап тұрған болса ше, мысалы, ешқайда кетпе, шығып кетпе, мақұл? Неге? Бұл 911 не болып қалды? Ана жерде италиялық қыз адам жеймін деп айтты. Дәл қазір менің қасымда ол адам жеймін деп айтты. Иә, италиялық қыз адам жейді екен. Адам жейді дейсіз бе? Бұл сұмдық қой. Шынымен айтам. Мен ойнап айттым ғой. Жоқ, тезірек ұстаңыздаршы оны, өтініш. Ол мені де алдамақшы болды. Қыз эфирден шығып кете салады. Ары қарай не болды? Полиция ол қызды іздеп барды ма, жоқ па? Белгісіз. Ал бұл ужас жағдай Adventure атты каналда болды. Олар бірнеше адам болып судың астын тазалап жүретіндері үшін танымал болып кеткен. Солай 2020 жылы бірнеше адам болып, жиналып, эфирге кіріп, Америкадағы бір көлдің астын тазалауға барып еді. Сөйтсе неше жылдардан бері жатқан бір машинаны тауып алады. Вау, біз машина таптық, міне біздің судың астын тазалайтынымыз шынымен маңызды деп мәз болып еді. Бірақ ішінде не, даже кім бар екенін білмеді де.
Машинаны сыртқа шығарып ішіне қарағаны сол еді, бір еркектің денесі жатыр екен. Чота кроссовки көріп тұрмын. Вызывай копов! Вызывай копов! Вызывай копов! И әрине сразу полиция шақырады. Машина табылған жерге полициядан бөлек тіпті журналистер де не табылғанын көруге келіп алды. Машинадан табылған адам 56 жасар Тимоти атты еркек болып шықты. 2008 жылы күзде жоғалып кеткен екен. Полиция зерттеп, оны ешкім өлтірмеген. Машина өзі суға түсіп кеткен деп шықты. Тимотидің туыстарына хабарласса, ал олар болса, яғни туыстары 2008 жылы Тимоти соңғы хатын қалдырып жоғалып кетіп еді деп айтқан екен. Бәріңізге қызық болып тұрған шығар, бірақ Тимотидің машинадағы денесін анық көрсете алмаймын. YouTube маған бай-бай Диана деп жүрмесін. Ал бұл түсініксіз и сұмдық жағдай Спаочи атты стримермен болды. 2023 жылы Тайванда эфир жүргізіп жатыр еді. Бір кезде оны 4 айдан бері қалмай аңдып жүрген сталкерін көріп қалады. Түрін бүкіл подписчиктерге көрсетті. О, құдайым-ау. Қазір камераны бұрып сіздерге көрсетемін. Просто қараңыздар. Бұл дәл сол адам. Сіздерге алдында да айтып едім. Бұл менің артынан қалмайтын сталкерім. Маған ешқайсыңыз сенбеген едіңіздер. Міне енді бәріңіз өз көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Эфирде қайда екенімді біліп алып келіп тұрау деймін. Міне қараңыздар түріне, көбіңіз мені өтірікші деп едіңіздер. Подписчиктер мына еркектің точно миы жайында емес абайла деп жігітті ескерте бастады. Арадан біраз күндер өткен соң оны сотқа бердім, енді оған маған жақындауға тыйым салынады деп стример айтып берді. Үйше екеуі бір көшеде бір-біріне жақын тұрады екен. Енді не үшін десеңіздерші, сталкер стримерге ғашық болып қалыпты. Жүре берсең көре бересің демекші. Диана күйеуді көре берсеңіздер, сіздерді үйбай деп таң қала бересіздер. Ой, бұл ужас оқиға Айспайси Дон атты стримермен болған. Атын дұрыс айттым деп ойлаймын. 2017 жылы Италияда өзімен өзі ешкімге тиіспей кафеде отырған едім. Бірақ бір еркек келіп, мен мафияда жұмыс істеймін. Маған сені кафеден қуып жібер деген приказ келді деп айтады. Сәлеметсіз бе? Сенің кесірінен маған почти 30 рет хабарласты. Мен гангстермін. Егер дәл қазір осы жерден кетпесең, тірі қаласың деп айта алмаймын. Түсіндің ба мені? Сені мафиялар байқап қалды. Лучше мына жерден кет. Құры бар. Кешірім сұраймын, бірақ мен не істеп қойдым? Құры дедім саған. Жарайды, кеттім болды. Сен әлі кетпедің. Дәл қазір тұрда кет. Болды, кетіп жатырмын. Спасибо вам большое за вашу работу. Италияда мафиялар жаман көп деп айтып жатады ғой, сол үшін қорқып кетіп, жігіт ана еркек шынымен айтып тұр ма, жоқ па анықтамай-ақ қой кетейін деп тайып қалады. Алайда стример кетсе де жаңағы еркек оның артынан аңдуды бастайды. Ол маған қарап тұр. Құдайым-ай, жаңағы еркек менің артынан қалмай келе жатыр. Бұның бәрін көрген подписчиктер анау еркек точно мафия емес деп шықты. Өйткені гангстерлер ешқашан өздерін олай ашық мен мафиямын деп айтып тұрмайды екен. Мә шынымен, енді кім білсін, не? Трейн атты стример эфирде отырғанда оның үйін подписчигі тауып алады. Мә. В общем, дым ойламай әңгіме айтып отырғанда сырттан біреу жасыл лазерді жаға бастайды. Жігіт қатты шошып кетеді. И там просто молчали. Терезеге қарай барып еді, бірақ ешкімді таппады. Сөйтіп әшейін перделерді жауып қоя салады. Бірақ стримердің фанаттары уайымдай бастады. Өйткені оның үйін іздеп таппай жүрген адамдар жасыл лазерді жағу арқылы, лазердің жанғанын эфирден көру арқылы ақыры үйін тапқан болуы да мүмкін екен. Оқырмандар оған абайлашы деп жатыр еді, бірақ содан кейін стримермен жаман бірдеңе болды ма, жоқ па, әзірге ешқандай хабар жоқ. Ал бұл жағдай Just Kid атты тайландтық стримермен болды. 2023 жылы бассейннің қасында демалып, стримде отырғаны сол еді. Бір еркек қасына келіп, аузыңды жапшы деп ұрсып береді. Сен менің нервыма тиіп тұрсың. Не болды? Мен демаламын деп едім. Ну енді демала берсе, мен демаламын деп жатырмын. Так что аузыңды жап. Мақұл, міне кетіп жатырмын.
Өйткені сен тупой идиотсың. Окей. Қазір полицияға хабарласамын. Черт, какого хрена? Негізі бұл стримершада біртүрлі жағдайлар көп болып тұрады. Мысалы 2022 жылы көшеде отырып бургер жемекші болып еді, бірақ чайкалар оған атака жасап бургерінің бәрін алып қояды. Ну, он и не так уж плох. Ал ең ақырғы оқиға Мистер Кинг атты стримермен болды. 2024 жылы Вьетнамға барып тауға шығуға жөн санайды. Таудың биіктігі қаншама 100 метрлер. Сондай биіктіктен бір адамның құлап қалғаны эфиріне түсіп қалады ғой. О боже! О мой бог! Өлә, әлде де төменге қарай домалап кетпеді, мә, қорғаушы періштелері бар ау дейм, ужас. Мені iShow Speedпен болған жағдай қатты таңғалдырды. Қалай ойлайсыздар, қыз шынымен де адам жима или әзілдеп айтты ма? Өйткені қыз өзінің эфирде екенін білмеді ғой, тек Speedтің өзімен ғана сөйлесіп отырмын деп ойлады. Ой, сұмдық, иә. Сіздерге ше қайсы жағдай қатты әсер етті? Комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.